Сехерден әлі хабар жоқ. Сема жылап жүр. Зулпикар да Сехерді сағынып жылап отыр. Садриддинді ауруханадан шығарады. Садриддин, Сехер қайда көрінбейді ғой деп сұрайды. Бахри Сехердің өлгенін айтады. Адил топал Четинді шақырып алады. Менің Пайраздан үлкен ұлым бар. Аты Нешет. Жақында менен қашып кетті. Соны іздестіріп тауып бер деп айтады. Ихсанға қарап, тез табатын болыңдар деп тапсырады. Четин Бахри мен Пайразға келеді. Менің бомба, жаңалығым бар. Пайраз сенің ағаң бар екен. Адил үшін ол бала қымбат сияқты, қатты іздеп жатыр деп айтады. Пайраз, иә мен кішкентай кезіміздегі суретін көргенмін. Менен үлкен бір бала тұр, демек сол екен ғой дейді. Сема, егер ол бала Адил үшін сонша қымбат болса мен оны табамын деп шығып кетеді. Мелтемге жетіп келеді. Сехерді қайтаратын шанс туып тұр. Адилдің үйінен қашып шыққан адамды іздейміз деп іздей бастайды. Екеуі біраз отырып қашып шыққан біреуді табады. Зулпикар үшеуі жүргізушінің үйіне келіп, қорқытып Нешетті қайда апарғанын сұрап алады. Сема жүгіріп көлікке мініп кетеді. Мелтем Пайразға хабарлап айтады. Пайраз, ол іздеп жүрген адамы біздің үлкен ағамыз дейді. Содан Сема сол мекен жайға келеді. Соңынан Пайраз келеді. Екеуі үлкен үйді аралай бастайды. Ихсандар да тауып келеді. Пайраз үлкен үйдің әрбір бөлмесін аралап жүр. Бір кезде соңынан Нешет келіп қару тақайды. Сен кімсің дейді. Пайраз, мен сенің ініңмін, қорықпа саған көмектесуге келдім. Қазір Адилдің адамдары келеді деп айтады. Нешет бауырым деп құшақтайды. Сема келеді. Ихсандар да кіріп келе жатады. Содан атыс болып кетеді. Нешеттің қолына оқ тиеді. Зулпикар мен Мелтем келеді. Ихсан қашып кетеді. Адилге хабарласып, Нешетті Пайраз тауып алды деп хабарлайды. Адил ұрсады. Нешетті Бахридің үйіне алып келеді. Нешет, аты әйгілі Бахри оман сіз бе, мені әкеме бермеңізші деп айтады. Адил Бахриге хабарласып, ұлымда не жұмысың бар, бір ұлымды алдың енді екінші ұлымды тартып алмақсың ба деп ашуланады. Бахри, менің алдыма келіп тізерлеп отырып қолынан сүйесің дейді. Үйіммен қоса қырамын деп Адил ашуланады. Ашуланып Ихсанға, Бахридің үйіне басып кіріп бәрін қырып таста, кішкентайына да қарамай қырасың дейді. Бахри, Синанды, Бегім, генерал бәрін үйге алып келіңдер, Адилдің не істейтінін іздеп тапсырады. Пайраздар Нешетпен сөйлесіп отырады. Айшагүл жоғарыдан түсіп келе жатқанда, Нешет көз алмай қарап қалады. Айшагүл келіп Нешетпен танысып, жарасын таңып береді. Бахрилер Нешетпен танысып отыр. Кімсің, Адилден неге қашып жүрсің деп сұрайды. Нешет, менің өмірім түрме сияқты болды. Әкем жынды есінен адасқан адам қанішер. Мені өзінің орнына отырғызбақшы. Мен ондай өмірді қаламадым. Сіз оның отбасын өртеп жіберіпсіз, ол тірі қалған, түрі қорқыныш деді. Анама күн бермеді. Анам мені алып қашпақшы болған. Бірақ ол анамды менің көзімше өлтіріп тастады деп айтып береді. Содан бері мен түрмеде отырғандай болып өстім. Неше рет қашып кеттім, бірақ ұсталып қала бердім дейді. Синандар келеді. Бегім, не үшін келдік деп тоңқылдап жүр. Генерал немересімен келеді. Деспина келеді. Үйдің жан-жағын бәріне күзет қойып мықтап тапсырады. Ихсан Адилге, үйінде кішкентай балалар бар дейді. Қызықтырмайды, бәрін өлтіріп Нешетті алып кел деп айтады. Барлығы Бахридің үйінде отыр. Бегім, қанша уақыт боламыз бұл үйде деп сөйлеп отыр. Ипекте келеді. Соңгүл жақтырмай отыр. Бегім не істерін білмей сенделіп жүр. Зулпикар мен Мелтем сыртта құшақтасып тұрады. Пайраз көріп келіп Мелтемді алып кетеді. Сыртта Ихсанның адамдары барлығын бақылап тұрады. Адамдары көп екен, не істейміз дейді. Басқа жағынан кірейік, подвалы бар, сол жақтан кіріп қырып тастаймыз дейді. Нешеттің суретін көрсетіп, мына адамға тиіспеңдер деп тапсырады. Содан барлығы подвалдан кіре бастайды. Әдил камерадан қарап отырады. Ешкім тірі қалмасын деп Ихсан екеуі қарап отыр. Кіріп келе жатқан кезде түтін шығады да, ештеңе көрінбей қалады. Содан экранға Бахри қосылады. Әдил шошып кетеді. Бахри барлық адамдарын ұстап алыпты. Адамдарыңның өлігін жіберейін бе, әлде өзің келіп әкетесің деп айтады. Әдил ашуланады.
Бар ашуын Ихсаннан алып жатыр. Подвалдан кіруі мүмкін де подвалдың есігіне камера қойған Пайраздың жоспары болатын. Барлық адамдарын ұрады. Әділ Семаға қоңырау шалып, қызым Сехер сені сұрап жатыр, қашан келесің дейді. Менің ұлымды әкелді, Сехерді алып кет деп айтады. Сема, өтірік айтасың, пошел вон деп қойып қояды. Әділ не істерін білмей прокурор досына хабарласып айтады. Четин Пайразға хабарласып, қазір прокурор Бахридің үйін тексеруге барады. Неше топалды ұстап отыр деп Әділ арыз түсірді дейді. Содан Пайраздар жоспар құрады. Содан полицейлер келеді. Неше топалды күштеп ұстап отыр екенсіздер деп айтады. Кім ол деп олар таңданып қалады. Үйді тексереміз деп барлығы үйді тінтуге кіріседі. Барлық жерді қарап таба алмайды. Сема Нешетті ұстап әкетіп бара жатыр. Әділге хабарласып, әкеле жатырмын. Сен Сехерді әкел дейді. Жарайды деп кездесет мекен жайын айтады. Полицейлер таба алмай кетіп қалады. Айшагүл шығып кеттік дейді. Барлығы шығып кетеді. Сонымен Семалар айтылған жерде кездеді. Сехер қайда деп сұрайды. Әділ күліп, сен Сехерді әлі тірі деп жүрсің бе? Сені соншалықты ақымақ деп ойламаппын деп айтады. Сонда сен мені алдадың ба? Иә, ұстаңдар мынаны. Нешет көлікке отыр деп айтады. Нешет үнсіз көлікке отырады. Ал енді Сема сені Сехердің жанына жіберейік деп тұрғанда, екі жақтан Пайраздар кіріп адамдарын атып тастайды. Солай Әділді ұстайды. Бахри аяғына атады. Әділ ой байлайды. Маңдайына қару тақап қорқытады. Содан барлығы орманның ішіне келеді. Маған не істейсіңдер деп Әділ қорқып отырады. Бахри, мына 7 оқты менің ұлымнан алды, сен осыны қазір жейсің деп аузына тығады. Зулпикар аузын ашып тұрады. Барлығы қарап тұрады. Тас жерді қазады. Көліктен табытты түсіреді. Мені өлтіріп көміп тастайсыңдар ма деп сұрайды. Жоқ, өлтірмей көмеміз, сені Нешет қараңғыдан қорқады деді. Нешет, әкешім бұл саған лайықты жаза, сенің істегендеріңнің жазасы деп айтады. Жоқ, мені өлтіріп көміңдер деп Әділ жыламсырайды. Пайраз ұлым деп жабысады. Пайраз кетей деп қашады. Айшагүл қызым, сенің жүрегің мейірімді ғой деп айтады. Менің мейірімді жүрегімді сен алып қойғансың дейді. Мелтем қызым деп Мелтемге қарай еңбектейді. Мелтем, мен сенің қызың емеспін дейді. Әділді табытқа жатқызады. Әділ, Бахри мені аяй гөр деп жалбарынып жатыр. Нешетте мәз боп қуанып тұрады. Табытты шегемен қағып тастайды. Содан көміп тастайды. Әділ ойбайлап жалынып жатыр. Әділ қорқып күкірт жағып жатыр. Бахрилер кетіп қалады. Әділдің дәуірі осымен бітеді. Нешет үйіне келеді. Әкесінің орнын басады. Әкесі көзіне көрініп, сонымен сөйлесіп отырады. Әділ, сен қандай ұлсың, мені тірідей көміп тастадың деп сөйлеп тұр. Сен соған лайықсың деп айтып отырады. Ихсан келіп, кіммен сөйлесіп отырсыз деп сұрайды. Әкемен дейді. Ихсан таңданып қалады. Барлық мафия адамдарын шақырып жиналыс жасайды. Сендерге жаңалығым бар. Әділ тапал өлді. Әкемнің орнын мен басамын. Енді маған жұмыс жасайсыңдар дейді. Барлығы күледі. Біз саған жұмыс жасамаймыз, Әділ тапал бізді бопсалап қорқытып ұстап отырған. Енді біз кетеміз деп барлығы тұрып кетеді. Ихсан, не істейміз, бәрін өлтіріп тастайық деп айтады. Жоқ, менің басқа жоспарым бар деп айтып отырады.